Ассалаумағалейкум, баршаңызға тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі үш бұрышты сеткалы косынканы тоқу үлгісін көрсетемін. Бұл косынка осы ұшынан бастап тоқылады да екі шетінен ілмектер көбейтіліп отырады. Енді бұл косынка осындай сеткімен тоқылғандықтан бұны тек қана жылы күндерде, көктемде, күзде басқа байлауға болады, немесе қыстың күні шарф орнына қолдануға да болады. Және узордың тоқылуы өте оңай, және де әдемі көрінетін узор. Енді мен барлығын сіздерге тоқыма барысында көрсететін боламын. Құралдар мен 4,5 бізбен тоқыдым. Жіп детская пехорка жібі 50 грамдық және қайшы. Енді міне бізімізге 5 ілмек іліп алып, оны бір қатар оң ілмектермен тоқып аламыз. Екі, үш, төрт, және соңғы ілмекті де осылай оң тоқимыз. 5 ілмекті тоқып алдық. Енді жіпті осылай ұстаймыздағы бір ілмек іліп аламыз. Тура осылай бір ілмек іліп аламыз да, келесі ілмекті оң тоқимыз. Оң тоқимызда бір ілмекті іліп алып, 1, 2, 3 ілмекті оң тоқып, және осы тоқылған 3 ілмектің бірінші ілмегін бізге өткізіп алып, осы 2 ілмектің үстінен асырамыз. Және бір ілмекті іліп аламыз да, бұл ілмекті оң тоқимыз, соңғы ілмекті. Осылай тоқып алдық. Енді тағы да міне әрбір жолы осылай бастаған кезде тоқыман өстіп бір ілмек іліп отырамыз, және келесі ілмекті оң тоқимыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағы болғандықтан ілмектердің барлығын теріс тоқимыз. Соңғы ілмекке дейін, шеткі ілмекке дейін ілмектердің барлығын осылай теріс тоқимыз. Және соңғы ілмекті оң тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағына міне тағы да бір ілмекті осылай іліп аламыз да, келесі ілмекті оң тоқимыз. Бір ілмекті оң тоқимыз да, бір ілмекті іліп алып, 1, 2, 3 ілмекті оң тоқып, тағы да бірінші ілмекті 2 ілмектің үстінен асырамыз. Тағы да бір ілмекті іліп алып, 1, 2, 3 ілмекті оң тоқып, бір ілмекті, бірінші ілмекті тағы да 2 ілмектің үстінен асырамыз. Бір ілмекті іліп алып, соңғы ілмекті оң тоқимыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан бір ілмекті іліп алып, келесі ілмекті оң тоқып, одан кейін соңғы ілмекке дейін ілмектердің барлығын теріс тоқимыз. Бұл енді жаздық косынка болғандықтан мен бос тоқып жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Соңғы бір ілмек қалды, оны оң тоқимын. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағынан да бір ілмекті осылай іліп аламыз дағы. Бір ілмекті оң тоқып, бір ілмекті тағы да іліп алып, 1, 2, 3 ілмекті оң тоқимыз.
оң тоқимыздағы мына бірінші ілмекті жаңағы тоққан 3 ілмек, оң ілмек. Соның бірінші ілмегін 2 ілмектің үстінен асырамыз. Тағы да 1 ілмекті іліп алып, 1, 2, 3 ілмекті тоқып, 3 ілмекті тоқып, бірінші ілмекті тағы да 2 ілмектің үстінен асырамыз. Бірінші ілмегіміз. Тағы да 1 ілмекті іліп алып, 1, 2, 3 ілмек, 3 ілмекті тоқып, тағы да бірінші ілмекті осы 2 ілмектің үстінен асырамыз. Және 1 ілмекті іліп алып, соңғы ілмекті оң тоқимыз. Өте әдемі узор. Енді бұл тоқыманың теріс жағы. Теріс жағынан 1 ілмекті іліп аламыз да, келесі ілмекті оң тоқып, одан кейін ілмектердің барлығын осылай теріс тоқимыз. Теріс тоқып, соңғы 1 ілмекті оң тоқып, енді бұл тоқыманың оң жағынан тағы да узор тоқимыз. 1 ілмекті үнемі бастаған кезде үнемі 1 ілмекті іліп алып отырамыз. Және 2 ілмекті сол оң тоқимыз. Одан кейін 1 ілмекті іліп аламыз да, 1, 2, 3 ілмекті оң тоқып, бірінші ілмекті, оң тоққан бірінші ілмекті осы 2 ілмектің үстінен асырамыз. Тағы да 1 ілмекті іліп алып, 3 ілмекті оң тоқып, бірінші ілмекті 2 ілмектің үстінен асырамыз. Тағы да 1 ілмекті іліп алып, сонда біздің жаңағы асырып отырған ілмегімізді қайтадан бұл ілмек толықтырып отырады. Және узор болып, әдем болып түседі. Қайтадан 3 ілмек болды. Тағы да 1 ілмекті іліп аламыз да, 1, 2, 3 ілмекті тоқып, тағы да осылай бірінші ілмекті 2 ілмектің үстінен асырып, 1 ілмекті іліп алып, соңғы ілмекті оң тоқимыз. Осылай тоқылып жатыр. Енді өстіп, өзімізге қажетінше биіктікті тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Өте әдемі. Осы маған жеткілікті. Енді ілмектерді жабамыз. Ыңғайлы болу үшін қысқа бізді алдым. Бірінші ілмекті осылай оң тоқып аламыз. Бірінші ілмекті. Енді 1 ілмекті іліп аламыз. Өзімізден кері. Жіп болса, осылай іліп аламыз дағы. Келесі ілмекті тоқып, енді осы іліп алған ілмектің үстіне асырамыз. Және 1 ілмегімізді де осылай ілмектің үстінен асырамыз. Енді тағы да 1 ілмекті іліп аламыз дағы. Бұл ілмекті тоқып, іліп алған ілмекті тоқып алған ілмектің үстінен асырамыз. Және бұл ілмекті де асырамыз.
жіп болса өзімізден кері айналдырып бір ілмек іліп аламыз да, бір ілмекті тоқып, іліп алған ілмекті тоқылған ілмектің үстінен асырып, және бір ілмегімізді де осы ілмектің үстінен асырамыз. Осылай, осы әдіспен жапқан кезде бұл әдемі жабылады ілмектер, және де ішке немесе сыртқа қайрылып қалмайды. Тоққан бұйымыз. Өзімізден кері бір ілмекті іліп алып, келесі ілмекті оң тоқып, іліп алған ілмекті бұл ілмектің үстінен асырып, және де негізгі ілмегімізді онда осылай бір ілмектің үстінен асырамыз. Енді өстіп аяғына дейін жабамыз ілмектерді. Косынкамыз осылай тоқылды. Өте әдемі. Енді бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.